Ресей билеушілері және Путин бастаған, басқалары қостаған орыстың орақ ауыз жалдамалы жазғыштары мен айтқыштары Мәскеуде болған терактіге Украинаны кінәлауын тоқтатар емес. Бұл мәселе бойынша Украина тарапы Мәскеудегі терактіге Украинаның қатысы жоқ екенін бірнеше мәрте мәлімдеді. Ең масқара болғаны, Украина тарапы ресми түрде соңғы мәлімдемесінде біз ашық майданда, соғыс майданда жеңіспен жеңілісті шешеміз, мынандай терактілер арқылы емес деп тұрып айтты. Орыстарға бұдан артық жауаптың да керегі жоқ шығар. Бірақ арсыз Путин осы жолғы терактіні Украинаға байланыстырғанын қояр емес. Бұл туралы BBC осыдан 2 сағат бұрын тағы да бір керемет ақпарат жариялады. Оны лекциямыздың соңында сіздерге аударып жеткіземіз. Енді Мәскеудегі терактіні біз ақтамаймыз. Терактінің әрқандайы дұрыс емес, себебі онда өлген адамдар қарапайым бейбіт тұрғындар. Ал бұл терактіні Путиннің қолдан жасағандығы туралы сіздерге 7-8 дәлел көрсетеміз. Ендеше саусағыңызды бүгіп бастаңыз. Бірінші. Терактіні ұйымдастырғандар негізінен тәжіктер екен. Ал бұл тәжіктер осы концерт залына қалайдан қалай кіріп кетті. Наурыздың 7-ші күні Американың елшілігі террористік топтар Ресейде, Мәскеуде террористік әрекеттер жасауы мүмкін деп дабыл қақты. Бұл ашық ақпаратта айтылды. Әрине, Ресейдің құзырлы мекемелеріне Американың құзырлы мекемелері қандай ақпаратты жасырын күйде бергенін біз білмейміз. Бірақ ашық жарияланған ақпаратта жуырда Ресейде теракті болады деді. Енді бұдан артық не айтуға болады? Және бірі, Америка елшілігінің хабарында концерт залдарына адамдар көп топтасқан жерге бармау туралы ескертілген. Мынау тура Москвадағы ең атақты делінетін концерт залдарының бірі. Сонда Ресейдің барлау қызметі қайда қарап отыр? 2. Үшіншісі, концерт залының амандықты тексеретін аспаптары, яғни металл тексеретін аспаптарды әуежайға кіргенде чиқылдатып, әуежай түгілі жай пойыз вокзалдарына кіргенде металл тексергіш аспаппенен адамдардың сумкасын, денесін тексеретін сол құрылғылар неғып сол күнгі концерт тамашалаушылар кіретін кезде іске қосылмай қалды. Адамдар неғып арнайы тексеріс аспабынан қолдарын көтеріп, өтпей бірден билетін көрсетіп зырлап өтіп кетті. Ресейде жұмыс істеген азаматтардың бәрі біледі. Шереметов әуежайы, Москва вокзалы, теміржол және автобус вокзалдарының барлығында дерлік кәдімгі қауіпсіздік тексеру құрылғылары бар. Ал Ресейде концертте болатын азаматтарда Twitterде жазып жатыр. Бұл атақты концерт залы түгілі жай қарапайым концерт залы. Тіпті мектеп оқушыларының концерт залдары мен Москва университетінің концерт залдарына дейін кәдімгі әуежайдағы сияқты адамдарды тексеріп кіргізтеді. Музыка аспаптарын тексереді, сумкелерін тексереді, қалталарын тексереді, және арнайы құрылғыдан өткізеді. Оны білесіздер, әуежайда арнайы құрылғыдан адамдарды өзінде жүктерінде тексеріп өткізеді. Ал Москвада бұл баяғының баяғысынан жалпыласқан. Ал мектептің, университеттің концерт залдарына дейін қатаң бақылап тексеретін, аттаппаса документ пожалуйста деп тұратын орыстар дәл осы концерт кезінде бүкіл істеп тұрған аппараттарын өшіріп, адамдар одан тексерусіз өтіп кетті. 2. Үшіншісі, көлікпен жүргенде 8 минуттық, тіпті түннің бір уағында теракті болғанда небәрі 5 минутта жетуге болатын жерде орналасқан Ресейдің ең үлкен ерекше әскери
жауынгерлік жетілдіру орталығындағы ерекше агенттер, ерекше жетілдірілген армия неге теракті кезінде бірден келіп алаңды қоршауға алмады? Аралығы 8-ақ минуттық жер, түнде 5 минуттық жер. Ал сол жердегі ерекше тәрбиеленген, осы террористік жағдайға немесе ереуіл кезінде ерекше шұғыл жағдай болды дегенде қолданатын сол мамандандырылған қарулы күш дәл осы кезде неғып бірден келіп үлгермеді? Санаңыз 4 болды ма? 5-шісі. Неге концерт залының төбесі жанып болғанға дейін өрт сөндіруші көліктер келіп үлгерген жоқ? Ал өрт сөндіруші көліктер келгеннен кейін барып қана ал ерекше операциялық жасақтар концерт залына кірді. Ал оғанға дейін олар нені күтті? Әлде өздерінің жасырған, тыққан, өртенетін заттары жанып болсын деді ма? Әлде одан да көп адамдарды атып болсын деп күтті ма? Осы дәлел деректердің біразы бұл терактіні Путиннің өзі ұйымдастырғандығын көрсетеді. Ендеше Путин бұны ұйымдастырса, неге ұйымдастырды? Тағы ең қызығы, ислам мемлекеті деп аталатын, орыстар Даиш дейтін, ағылшындар IS дейтін, және осы IS-тің Ауғанстандағы бір тармағы саналатын IS-K деп аталатын террористік топ, осы Мәскеудегі терактіге өздерінің жауапты екендіктерін айтып, жариялап тұрғанына қарамастан, Путин неге бұның артында Украин тұр, бұның артында Украина тұр деп қадалған жерінен қаналғанын қоймай тұр? Бұның артында не тұр?